Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін ерекше, тойымды, барлығына ұнайтын блинді дайындайтын боламыз. Бұның ерекшелігі начинкасында. Сізге де ұнайды деген сенімдемін. Менімен бірге дайындап, отбасыңызды қуантыңыз. Бұл үшін ең алдымен жұмыртқамызды салып, кішкене араластырып, қантымызды және ас содасын салып, араластырып аламыз. Келесі кезекте ұн мен какаоны біріктіріп араластырып аламыз. Немесе какаоның орнына краситель қоссаңыз да болады. Енді блинчиктің сұйық массасын шығарып аламыз. Соңында сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, 5-10 минутқа қалдырып қоямыз. Табамыздың бетін кішкене етіп майлап, бетінен буы шығып бастаған кезде осылай шөмішпен бір шөміштен құйып отырып, екі бетінде жақсылап пісіріп аламыз. Осылайынан бірнеше рет қайталаймыз. Міне дәл осылай болып, әдемі болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және де менің каналыма міндетті түрде тіркеле кетіңіздер. Сіздермен бірге тәтті тағамдар дайындайтын боламыз. Міне біздің құймақтарымыз дайын болды. Енді құрғақ ыдысымызға творожный сырды және де қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып аламыз. Мұны миксердің көмегімен араластырсаңыздар да болады, ал мен қасықпен араластыруды жөн көрдім. Келесі бір-бірлеп блинчигімізге жағып, ортасына кез келген фруктыны қойсаңыз болады. Мен кивиді және де бананды қолдандым. Сізде дәл осы видеодағыдай қайталаңыз. Міне біздің құймақты рулеттеріміз дайын болды. Дәмі өте керемет, әрі жылдам дайын болады. Сізде жасап жақындарыңызды қуантыңыз. Жақындарыңызға да және сізге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде менің YouTube каналыма жазыла кетіңіз. Ас болсын!